Ұлттық статистика бюросы 2025 жылдың 1-тоқсанында Қазақстан халқының 4,6% яки 451.515 азамат жұмыссыз деп көрсетеді. Бірақ бұған кім сенеді? Әр қаладағы жұмыссыздар жиналатын жетім бұрышты, табақтай дипломмен жұмыс таппай табаннан таусылған жас мамандарды бәріміз көріп жүрміз ғой себебі. Менің қолымда мінекей ресми дерек бар, құрметті әріптестер. Мұнда 16 мамырда басылған ресми деректе Қазақстан халқының саны 20.461.486 адам деп көрсетілген. Соның 11.496.000-ы еңбекке қабілетті деп жазылған, яки олар жұмыс істеуі қажет. Бірақ Қазақстанда зейнетақы қорына қаржы аударылмаған және әлеуметтік аударымдар мүлдем жоқ халық саны 5.244.664 адамға жеткен. Бұл ресми дерек. Ендеше Қазақстанда 11,5 миллион адам еңбекке қабілетті болса, соның 5,2 миллионда әлеуметтік аударым мүлдем жоқ болса, демек азаматтарымыздың тең жартысы жұмыссыз демеске амал бар ма? Жұмыссыздар саны 4,6% деген деректің шындыққа сәйкес келмейтініне осы дәлел емес пе?